Уха. Ат не жейді ана? Садок. Шығар аузынан. Это хорошо. Не мынау? Карась. Карась. Біріншісін жібермейді дейді. Орыстардың ырымен. Қазақтарды қандай екен білмеймін. Біріншісін жібермейді. Биыл 2021-де ең алғашқы қиқырынан көрсет, қырынан. Жо, сазан бірінші. Сазан у нас первый. Ай, красава, давай. Бір ерінен бір чөп тегізіп жібере сал. Түйін ба? Қайырлы таң, достар. Армысың қазақ елі. Кезектегі тағы да бір балық аулауға бара жатырмыз. Жаңа ешқандай қонбай бар. Көл бар екен. Көлді көріп қайтайық. Балығын деп елден естіп жүрміз, сонда балық аулап қазақта сөз бар. Рет естігенше бір рет көріп қайт. Құдай қаласа, соны көріп қайтуға бара жатырмыз. Ауылдың тәбіне жол бермейді ме? Су алып алайық бұлақтан. Жұмар қарай кетеміз. Достар, кезектегі балыққа Алла қаласа. Карась. Аулап қайтамыз бұйыртса. Кто-то сходит в Ашан чуть пораньше, вискаря наберет в 2 руки. Так и будем торчать в магазине. Мы не любители, мы рыбаки. Ночью, утром и даже днем. Ана, достар, келдік көлдің жағасына. Пока шығармақ құрып қарап отырмыз. Малюктар жүр жағада. Бұл жерде карась бар деп естігеміз. Көреміз енді бұйрығын. Бірақ судың бәрін балыр бас кетті. Осы естіп көзімізбен көріп келген көліміз. Бекболат деген балыққа шығамай жүрген досымыз келді міне. Біреу жұмыста ол. Шашып жұмысында отыр. В общем, осындай жерге келдік, көреміз қалай болатын. Ал енді бізге сәттілік тілеңіздер. Шықайық, көреміз қалай болатын. Ночью, утром и даже днем. Много курим и много пьем. Мы даже рыбу совсем не ловим, потому что мы курим и пьем. Ночью, утром и даже көлдің жағасында аралап жүрміз. Мусор деген масқара. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Енді основной бұл жерге бір демалу үшін келетіндей демек екен. Сол көбінесе балыққа келген жігіттер шығар. Тазалап, артымыз тазалап кетіп жүрсек, жігіттер нұр үстіне нұр болатын еді. Себебі бұл жерге бір рет келіп қайта келмей қоймаймыз. Келіп кетіп жүреміз мына мусорда. Артымызды баклашка, салафандарымызды тым болмаса өртеп кетсек те. Қараңыздаршы, не деген сұмдық. Көлдің бәрін бұлғап. Елдер балық ұстаған ғой, көрдің бе? Бекші ағаштарын. Балықшылар, балықшы жолдастар дейін бе? Достар, тазалық сақтайық. Саз ғой, мал кірген ғой мұнда. Тұяқтарымен.
Е? Жоқ, не болмады? Балдырларды алып шыққан ба, не істеген? Жақсақ жер, жақсақ көл екен, просто кішкене күтім болса, бұл жерден біраз балық ұстауға болады, біраз балық аулауға болады. Қамыс та бар, балдыр да бар. Сазды жер болса керек асты. Біраз күтім керек екен. Карастар мына көлдің бетіндегі бір қоңызды жей алмай жүр мынау. Шіркей ма бірдеңе түсіп кетті. Соны аламай жатыр. Ары қауып, бері қауып жей алмайды. Көрдіңіздер ме? Ары шауылдап, бер шауылдап жей алмай жатыр. Жақындатты ма? Қазір. Карась ұстаудың неше түрлі айла тәсілдерін қолданып көреміз. Девушка была совсем слепою. Ведь рыбак не думал, не гадал. Биыл құрғақшылық бізде. Жауын-шашын жоқ, шөл өспеді. Червяк таппадық ауылдың өзінен. Мына жерден әйтеуір қидың арасынан бір червяк тапқан сияқтымыз, көреміз қазір. Қармаққа балық қауып жатыр, бірақ мынандай балдырдың арасынан шығара алмадым біреуін. Шығып кетті. Мына жақты көріп атамыз червякқа. Достар барып червяк қазып келсе, балдыр қалың екен, балық бар ма? Видел я картину вот такую. Қаласа қазып көреміз. Червяк болса, шіркін. Червяк жоқ ауылда. Тіпті екі күрек бойы қаздық. Червяк шығармадық, шығара алмадық. Червяк шығара алмадық, себебі жер құрғақ. Жерде дымқылдық жоқ, влага жоқ, немесе су жоқ. Жаңбыр жаумаған. Қиын болып тұр жағдай. Шөп жоқ, жылдағыдай емес. Шөптің жағдайы шаң ұшап жатыр жердің. Әйтеуір ептеп-септеп елдерге қиын болып тұр биыл, шөп жоқ. Шабатын қысты қазық малдарға, қысты қазық жинайтын шөп жоқ. Әне бір кішкентай щегол бізбен бірге балық аулап жүр. Червяк қайдан табамыз? Червяк. Інім екеуің барып червяк қазып келсеңдерші. Бекіш. Червяк. Мусордан көрінбейді. Екі антатыр жүр ма? Қағаз бар ма? Жоқ. Машинада вообще жоқ па? Я үйден не алып кеш? Туалеттің бумагы бар ма? Алып кеш? Іші ауырып жатыр ағаң. Андан тастап қойшы. Қаттырақ лақтырда қоқпай. Кішкене ауыррақ грузила сап беру керек саған. Келе жатыр жігіттер. Болса ше? Әні, жылан екен ғой мұны жүріп тұрып. Қайсы жылан? Жоқ болып кетті ма не? Жоқ, бар. Бар. Мен келмей жатыр екен мұсың.
Бұйыртса қарас қойдым. Чым. Қарас. Қарас да? Сазанчик па? Карась. Керек жоқ пацан далы. Карась. Первый карась не нашындар ана. Уха. Ат не жейді ана. Садок. Чығар аузынан. Это хорошо. Не мынау? Карась. Карась. Біріншісін жібермейді дейді. Орыстардың ырымен. Қазақтарды қандай екен білмеймін. Біріншісін жібермейді. Жоқ, жібермейді олар. Бір-ақ рет сыңғыр дей қалды, Жоқ, сыңғыр етіп тұрды ғой. Карась па не? Сазан ба екен? Жоқ қой. Жоқ, тартас. Жоқ, шығып кеткен ғой. Олег, ана не ішіне салшы? Нені? I love you. Бар ма екен, жоқ па екен? Балдыр деген бәле. Ай, өпшамайды. Міне қан ішті ғой балдыр. Уже қанша ұшып кетті, ё-май. Қан ішер, қаншық. Кешіріңіздер бөйбай. Поклев, жігіттер, клев. Жіберіп алмай, Мына бізде не бәле болды мына? Балдыр деген қалың екен мына жерде. Шығарып алмаш, досым. О, келатыр. Красава! Не болды катушкың? Бас оралып қалды ана колокольчикке. Балықтарың шығып кететін болды екен. Кішкентай ма? Патсақ келмей ақ қойсай. Ой, дәл алқысадыңдар ғой. Сазанчик. Қане, камераның алдына бір әкеш. Сазанчик. Камераға бір әкеш, сазанчик. Это маусымашар. Биыл 2021-де ең алғашқы қиқырынан көрсет, қырынан. Жоқ, сазан бірінші. Сазан у нас первый. Ай, красава, давай. Бір ерінен бір чөп тегізіп жібере сал. Түйін ба? Ой, красава, сазан. Биыл бірінші сазанды бек бола тұстады ғой, бірінші сазан. Қараш ұстап тұтағамыз біз.
Жо 21 жылдың басын айтам. Сазан бірінші. Амур менікі болды ғой, Амур. Өркендікі карась пен форель. Форель. Иә. Карась пен форель ұстаған өркен. Майлыққа түсті ме ол сен? Майлық мен астында болған. Доширак жеп отқанымыз. Міне жігіттер, бүгінге бір карась, бір сазан ұстадық. Яғни сазанчик пен карасчик. Карасчик кішкентай? Карашка. В общем, бүгінгі олжамыз сол. Мына көлге бірінші рет келдік. Ұсақ сияқты, бірақ мына балдырлар өте қатты кедергі жасап жатыр. Балдырлар өте қалың екен. Су төмендеп кеткен ғой, судың деңгейі. Сөйтіп енді басқа кеш батып бара жатыр. Үйге қайтуымыз керек деген сияқты. Келесі видеода аман есен кездескенше сау, аман болыңыздар.